Жақсы, шүкір Аллаға, өзің. Бірінші холинергия мен адренергияны талдап тастайық, одан кейін артынан сол жөніндегі есептер шығарамыз. Жақсы ма? Ең бірінші бізде холинергиялық препараттар. Жалпы холинергия препараттар ол жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар. Енді жүйке жүйесі жалпы қалай бөлінеді? Сіздерге сұрақ. Жүйке жүйесінің қандай түрлері бар? Жүйке жүйесінің өзі перифериялық и орталық болып бөлінеді. Шығарып қойдым сонша. Жүйке жүйесі перифериялық және орталық жүйке жүйесі болып табылады. Орталыққа мимен жолын жатады, ал перифериялыққа афферентті және эфферент жолдар жатады. Афферент дегеніміз ол апарушы, эфферент деген сол жүйке жүйесінен шығатын жолдар эфферент жолдар болып табылады. Енді эфферент жолдар олар соматикалық жүйке жүйесі, яғни соматика дегеніміз не? Көлденең еркімізге бағынатын. Еркімізге бағынатын қан қабылшық еттеріне апаратын сигналдар соматикалық жүйке жүйесі арқылы жүреді. Ал автономды жүйке жүйесі ол симпатика және парасимпатика. Еркімізге бағынбайды. Еркімізге бағынбайды. Енді бізге керекті осы симпатика мен парасимпатика. Біздің препараттар, осы холинергиялық препараттар основной парасимпатикалық жүйке жүйесіне әсер етуші препараттар болып табылады. Ол парасимпатика қалай әсер етеді? Мысалы, парасимпатиканың құрылысына келетін болсақ, негізі соматикалық жүйке жүйесі және вегетативті жүйке жүйесі құрылысы соматикалық нерв жүйесінде ешқандай ганглион болмайды. Ол тікелей мысалы жолынан шыққан рецептор бірден сол қан қабылшығына барады. Ал вегетативті жүйке жүйесінде арасында үзіліс болады, яғни ганглиондар болады. Біз осы ганглиондағы синапстар болады. Синапс дегеніміз осы ганглионның екі нейронның қосылған жері синапс деп аталады. Ол преганглионнан және постганглионнан тұрады. Мынау преганглион, мынау постганглион. Ал мынау осы жерде тұрған ганглионның синапс, ганглиондық синапс деп аталады. Бұл белгілі бір мүшелерге барады. Оны қазір талдайтын боламыз. Мынау да соның құрылысы. Мысалы міне, соматика ол тікелей барды. Және бізде осы жерде нейромедиаторлар деген сөз бар. Жалпы медиатор дегеніміз не? Күшейтуші ғой жұмысы. Күшейтуші, аралық зат, тасымалдаушы, белгілі бір ақпаратты аралық зат ретінде тасымалдаушы. Бұл жердегі біз мысалы мынау жолынан шықты, белгілі бір жүйке жүйесі, мынау никотин рецепторлар, яғни қан қабылшық еттері, оларға қалай әсер етеді? Ол осы нейромедиатор. Мысалы, бұл жерде ацетилхолин нейромедиатор арқылы әсер етеді. Ал симпатика мен парасимпатикадан және айттық үзіліс болады деп. Мынау преганглион және постганглион. Осы арасында өзінің медиаторлар болады, нейромедиаторлар болады. Бірінші преганглионда екеуінде де ацетилхолин болады. Осыны есте сақтаңыздар. Симпатика мен парасимпатика екеуінде де преганглионда ацетилхолин болады. Ал постганглионда симпатикада ноадреналин, ал парасимпатикада ацетилхолин болады. Бізде қазіргі талдайтынымыз ол ацетилхолин препараттары. Ацетилхолинге біз осыған әсер ету арқылы біз парасимпатика не күшейтеміз, немесе төмендетеміз. Ал бүйрексіз безнікі сәл ерекше болады, ол тікелей барады, ацетилхолин арқылы әсер етіп, бүйрексіз безінен біз миелла қабатынан адреналин бөлінеді. Осы арқылы біз қанға адреналинді бөлгіземіз. Біз енді осы кіреміз, осы синапстың құрылысына кіретін боламыз қазір.
бұл ацетилхолин қалай әсер етеді, просипайтиканы қалай күшейтеді, соған кіретін боламыз қазір. Мынау мысалы біз қазір мына жерге кіреміз прям. Осы жердің құрылысын талдайтын боламыз. Бұл холинергиялық синапстың құрылысы. Ең алдымен ацетилхолин ол жерде қалай түзіледі? Мынау преганглий мембрана, мынау постганглий мембрана. Жәнелік арасында синапс. Осы синапста ацетилхолин қалай түзіледі? Біріншісі, бұл ең алдымен оған холин деген зат болады. Холин ол тамақ арқылы біздің организмімізге келіп түседі. Ол одан кейін үлкен қан айналымы арқылы осы рецепторларға тасымалданады. Сол тасымалданғаннан кейін ацетилкоизма арқылы бірігеді. Ацетилкоизма дегеніміз биохимияда өттіңіздер ме? Не екенін білесіздер ме? Кребс циклына қатысатын маңызды зат. Бүкіл органикалық заттар осы ацетилкоизмаға дейін ыдырайды. Яғни осы ацетилкоизмамен холин қосылып, ацетилхолин түседі. Ол ацетилхолин арнайы везикулаларда жиналады. Ацетилхолин везикулалары. Осыдан кейін арнайы бір импульс келген кезде бірінші натрий каналдары ашылады. Бірінші натрий каналдары ашылады. Одан кейін барып кальций каналдары ашылады. Осы кальций каналдары белгілі бір кальций каналдары, яғни любой жерде жасушаның ішіне кірсе, ол жерде деполяризация үдерісі болады, яғни жиырылады. Осы везикулалар жарылып шығады, осы кальций кіруінен кейін, и ол аралық синапсқа ацетилхолин бөлініп шығады. Ацетилхолин бөлініп шықты. Бұл арнайы рецепторларға әсер етеді. Бұл одан кейін әсер еткеннен кейін ол ацетилхолин эстераза ферменті арқылы ыдырап береді, екіге ыдырап береді. Ол холинге және уксусная кислота немесе ацетат деген қышқылға ыдырап береді. Ол бізде зәр шығару жүйесі арқылы сыртқа шығарылады. Ал холин болса жәнелегі преганглийлік синапсқа қайтадан тасымалдаушы арқылы енеді. Біз жалпы түсіндіңіздер ме құрылысын? Ацетилхолин қалай бөлінді? Иә, түсінікті. Ары кеттік. Одан кейін бізде осы ацетилхолинді өзіне тартып алатын арнайы холина рецепторлар болады. Ол холина рецепторлар екіге бөлінеді. М холина рецепторлар және Н холина рецепторлар. М холина рецепторлар ол мускаринге сезімтал, солай атау берген. Мускаринге сезімтал болғандықтан Н холина рецепторлар никотинге сезімтал. Бұлардың өзінің түрлері бар. Мысалы М1, М2, М3, М4, М5. Бұлардың 5 түрі бар. Бұл 5 түрінде бұл әр жерде кездеседі. Мысалы біреуі жүректе, біреуі асқазан ішек жолдарында, біреуі бірыңғай салық бұлшықтарда. Және бұл жерде есте сақтайтын жайт М1. Бұл жерде М1, М3, М5 рецепторлары. Бұл жерде тақсанды рецепторлар, бұл қоздырушы рецепторлар болып табылады. Яғни осылар қозған кезде сол белгілі бір жүректің жұмысын күшейтеді, немесе асқазан ішек жолдарының жұмысын күшейтеді, сол сияқты қызметтер атқарады. Ал М2 мен М4 бұлар тежеуші. Яғни осылар қозған кезде белгілі бір ағзаның қызметі тежеледі. Одан кейін Н холина рецепторлар бөлінеді. Бұлар Н холина рецепторлар, Н деген сол нейрондарда болатын. Ал М деген сол бұлшеттерде болатын. Мускулит, ал ЦНС деген сол жүйке жүйесінде, орталық жүйке жүйесінде болатын холина рецепторлар. Осылай үшке бөлінеді. Оған әлі қазір тоқталатын боламыз. Енді бізде осы әсер етуі М холина рецепторлардың құрылысына келейік. Мысалы,
мынау келді. Ацетилхолин келді. М-холин рецепторлар жалпы G протеинмен біріккен рецепторлар деп аталады. Неге? Өйткені мысалы белгілі бір постганглиялық мембрана немесе белгілі бір мүшедегі орналасқан рецептор. Осы рецепторда М-холин рецепторы орналасты, осыған ацетилхолин келіп әсер етті. Әсер еткеннен кейін осы жерде G протеин деген болады. Осы G протеиннің 3 бөлігі болады. Альфа, бета, гамма деген. Альфа бөлігі бұл жерде ГДФ-пен гуанин дифосфатпен байланысқан болады. Егер осы бізде ацетилхолин келеді, осы G протеинмен байланысады. G протеинмен байланысқан кейін жаңағы ГТФ-ге айналады. Осы ГТФ айналғаннан кейін бізде уже иондық каналдар ашылып, осы М-холин рецепторлар қозады. Осы арқылы импульс рецепторлар беріліп, ол қозу жүреді. Яғни белгілі бір организмнің жұмысты артады, немесе тежеледі деген сияқты. Арғай Н-холин рецепторының әсер ету механизмі бұл иондық каналдар арқылы байланысқан, лигандпен байланысқан рецепторлар айтылады. Лигант деген бұл жерде любой затпен байланыса алады рецепторлар. Ол бұл жерде мысалы ацетилхолин болып тұр. Ацетилхолин осы келеді Н-холин рецепторларға. Осы келген кезде өзіне қабылдайды дағыны бірден натрий және калий немесе кальций каналдарын, иондық каналдарын ашады. Осы арқылы натрий мен кальций ішке енеді, ал калий сыртқа шығады. Осы арқылы деполяризация жүріп, осы рецепторлар қозу жүреді. Енді осы нелердің орналасуы, М-холин рецепторлардың орналасуы. Бұл М1 мен М5 бізде негізінен орталық жүйке жүйесі орналасады. Егер бұлар қозған кезде бұлшықеттер қозады және арнайы функциялар қозады. М1 бұл жерде основной асқазан ішек жолдарында орналасады, және егер осы қосса гистамин көбейеді дағыны. Біздегі гистамин көбейеді, сонымен қатар асқазан ішек жолдарындағы тұз қышқылының түзілуі көбейеді. Бұған ал М2 ол жүректе орналасады. Егер біз М2 жаңа айттық, М2 мен М4 олар әрдайым тежеуші әсер береді. Егер осы М2-ні қоздыратын болсақ, бізде ЧСС-де бұл жүректің соғу жиілігі төмендейді, яғни брадикардия болады. Ал М3 ол бірыңғай сал бұлшықеттерде орналасады және экзокрин бездерде орналасады. Мысалы, сілкейдің бөлімі осыған байланысты. М3 қосса, бізде асқазан ішек жолдарының моторикасы қозады, және де арнайы сілекей бөліну, экзокриндік бездер қозады. М4 ол альвеоларда орналасады, бронхтардың альвеоласында орналасады. Егер олар қосса, бронхтар жиырылады. Н-холин рецепторлардың Н түрі ол симпатикалық және парасимпатикалық нерв жүйесіне кіреді, яғни орталық жүйке жүйесінде, ал Н түрі ол арнайы бұлшықеттерде орналасады. Енді сіздер мынаны прям жаттап алуларыңыз керек. Парасимпатика, симпатиканың қозуы. Егер парасимпатика қосса, қарашық тарылтады. Біз қазір холина блокаторлар және холина миметиктер деген өтеміз. Егер холина миметиктер болса, яғни біз парасимпатиканы қоздырамыз. Парасимпатика қозған кезде не болады? Осын жаттап алуларыңыз керек. Ол кезде қарашық тарылады, сальвация белсенеді, яғни сілекейдің бөлінуі күшейеді, жүректің жиырылу жиілігі төмендейді, баяулайды, бронхтар тарылады, асқарту белсендіріледі. Яғни қарап тұрсақ, симпатикада тек бүкіл белсенеді, тек қана жүректің жиырылу жиілігі ғана баяулайды, және қан тамырлары бұл жерде
кеңейеді. Мына жерде жазылмаған. Сонда да есте сақтаңыздар. Парасимпатиканы қоздырған сәтте жүректің желігі баяулайды және қан тамырлары кеңейеді. Және осының бүкілін сіздер есте сақтауларыңыз керек. Ал симпатика қозған кезде керісінше көбісіне тежеледі. Тек қана жүректің желігі тез болады, яғни тахикардия, ал мына жерде брадикардия болады. Сонымен қатар симпатика жүйке жүйесі қозған кезде бізде қан тамырлары тарылады. Енді осыдан бастап біз препараттарды талқылайтын боламыз. Мынаны қазір сіздерге жіберемін. Осыны прям жаттап болуыңыз керек. Өйткені осыны жаттап алсаңыздар, миметиктер неге әсер етеді, блокаторлар неге әсер ететінін сіздер логикалық тұрғыда таба аласыздар. Так, бізде ең бірінші сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Мында деген ертең пробежкада сұрақ қалай келеді? Общий келмейді ғой точно, да? Бір препарат келеді, или оны өзіміз сипаттаймыз ба? Препарат ондай келмейді, бізге топ-тобымен келеді. Мысалы, холинергиялық препараттар 5-ке бөлінеді ғой. Антиэстеразалық препараттар, холиномиметиктер, холиноблокаторлар, М-холиноблокаторлар, М-холиномиметиктер, Н-холинорецепт-миметиктер, Н-холиноблокаторлар бөлінеді. Соның әрқайсысы жеке-жеке сұрақ келеді. Ондай бір препарат беріп, оған сипаттама жазу деген жоқ. Әр бір топтағы препараттар бір-біріне ұқсас болады, прям бірдей болады. Оның жанама әсері, фармакологиялық әсері бірдей болады. Мысалы, сізге келуі мүмкін антихолинэстеразалық препараттар келуі мүмкін, және сіздерге сұрақ келеді. Антихолинэстеразалық дәрілердің анықтамасы, әсер ету механизмі қандай, оның қолдану көрсетілімдері қандай жазасыздар. Және ішіне жазатын препараттар жаз дейді. Сіздер сол классификацияны жаттауларыңыз керек. Бірінші препараттарын жазып шығасыздар. Одан кейін сіздерге не сұралды, соны нақты түрде ғана жазу керек. Біздегі фармакология кафедрасы сондай. Мысалы, былай көп жазғанда олар санамайды. Тек қана сұрақты не берілді, мысалы, анықтамасы деп сұралды ма, тек қана анықтамасы жазамыз. Егер басқа, мысалы, жанама әсерін сұрамады ма, жазудың қажеті жоқ. Тек қана не сұралды, соны прям жаңа абзацтан бастап жазып шықсаңдар болды. Түсінікті ғой? Сұрақ солай келеді. Ал ситесепте, ол ситесептер белгілі бір препараттың ерекшелігі бар. Сол препараттың ерекшелігіне байланысты сіздерге сұрақ болып беріледі. Түсінікті. Ары қарай кеттік. Біріншісі бізде антихолинэстеразалық дәрілер. Антихолинэстеразалық дәрілер, олардың әсер ету механизмі қазір бұрынғыға оралайық, синапсқа. Антихолинэстеразалық ферменттер ең алдымен, және біз синапсқа бөлінген ацетилхолинда ацетилхолин ферменті ыдырап тастайды дедік қой. Мынау ыдыратады. Яғни бұның қызметі осы синапстағы ацетилхолиннің нормасы ұстап тұру. Яғни олар көбейіп кеткен жағдайда осы ацетилхолинді ыдыратып жібереді, осы симпатиканы баяулатады. Егер біз осы ферментке әсер ететін болсақ, ферментті немесе осыны жойып тастайтын болсақ, антихолинэстеразалық ферменттер деп аталады. Яғни осы фермент біз жоятын болсақ, бұл жерде ацетилхолин ыдырамайды. Яғни осы синапста ацетилхолиннің мөлшері көбейеді. Яғни ацетилхолиннің бұл мына жерде көбейсе, рецепторларға көп әсер етеді, импульс береді. Яғни ол көп импульс берсе, бізде парасимпатикалық жүйке жүйесі қозады. Және айттық қой, холинергиялық рецепторлар, холинергиялық заттар, ол парасимпатикаға әсер етеді. Яғни біз антихолинэстеразалық ферменттерді жойдық. Яғни ацетилхолин ыдырамайды. Осы синапста ацетилхолиннің жалпы мөлшері көбейеді. Ол көбейген кезде қайта-қайта мына жердегі рецепторларға әсер ете береді дағына, бізде импульс, парасимпатика жүйесі күшейеді. Яғни біз осынан шығып, әсер ету механизм
осылай. Ал біз фармакологиялық әсеріне мына жатқызуға болады. Яғни біз парасимпатика күшейді, демек бізде не болады? Бізде қарашық тарылады, сальвация белсенеді, жүректің жиырылу жылдамдығы баяулайды, бронхтар тарылады, асқарту белсендіріледі, жалпы қуық жиырылады, ішек асқазан ішек жолдарының перистальтикасы мен секрециясы күшейеді. Осылар жатқызамыз. Яғни әсер ету механизмін түсіндіңіздер ғой? Сұрақ бар ма? Әсер ету механизмін. Жоқ. Сұрақ ма? Иә. Енді осыдан шығып, бізде оның қолдану көрсетілімдері шығады. Яғни М-холинар рецепторларды қоздырған кезде М рецептормен байланысты антихолинар стероидалық препараттарды қолдануға көрсетілімдер. Олар ашық бұрышты глаукомада. Ашық бұрышты глаукома дегеніміз ол көздегі қысым артып кетеді. Көздегі қысымды реттеу үшін жалпы парасимпатика күшейген кезде ол біз көзішілік қысымды түсіре аламыз. Сондықтан да біз парасимпатиканы күшейтеміз осы антихолинар стероидалық дәрілер арқылы. Яғни парасимпатика күшейген кезде көзішілік қысым түседі дағыны, глаукоманың төмендетеміз. Яғни ал ішек пен қуықтың операциядан кейін атониясын емдеуде қолданылады. Яғни бізде атония дегеніміз осы бірыңғай бұлшықтардың жиырылмай қалуы, дұрыс жиырылмай қалуы. Ол ішекте және қуықта болуы мүмкін. Бұл нәрсенің нәжіс пен несеп дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Операциядан кейінгі дегеніміз мысалы хирург операция жасаған кезде осы парасимпатика жүйесіне зақым келуі мүмкін. Сол кезде олардың атониясы, яғни дұрыс жиырылмай қалуы болуы мүмкін. Сондай кездерде біз парасимпатиканы күшейтеміз антихолинар стероидалық дәрілер арқылы. Сол арқылы және де айттық қой, парасимпатик күшейген кезде қуығы жиырылады және асқазан ішек жолдарының перистальтикасы мен секрециясы күшейеді. Ал Н рецепторлардың стимуляциясына байланысты антихолинар стероидалық ферменттердің көрсетілімдері ол миостения. Жаңа біз Н рецепторлар олар қан қабылдауыш өттеріне болады дедік. Яғни біз ацетилхолин парасимпатиканы күшейткен кезде олардың жиырылуы жақсы болады. Яғни біз бұлшықтардың әлсіздігіне байланамыз. Осы бірден миостения дегеніміз әлсіздік, шаршау. Осы кезде біз парасимпатикалық дәрілерді қолданамыз. Олардың жиырылуы жақсарады. Неврологиялық практикада параличте, парезде, невриттерде қолданамыз. Және миорелаксатормен уланғанда. Оны қазір түсіндіремін. Енді ацетилхолин антихолинар стероидалық ферменттердің жанама әсерлері. Олардың жанама әсерлері, мысалы біз оның дозасын көп беріп қойдық және оның ішек тонустары қатты жиылып кетеді. Мысалы парасимпатика күшейіп кетеді дағыны, ішек тонустары күшейіп кетеді. Соның кесірінен бізде диарея болуы мүмкін. Біріншіден ішек тонустың күшеюінен және брадикардия болады. Брадикардия дегеніміз және парасимпатик күшейсе, яғни жүректің жиырылу жылдамдығы төмендейді деп айттық. Яғни жүректің жиырылу жылдамдығы төмендесе, ол брадикардияға алып келеді. Ал одан кейін бронхоспазм болуы мүмкін. Ол парасимпатика күшейген кезде бізде бірыңғай бұлшықтар, бронхтың бірыңғай бұлшықтары жиырылып қалады. Сондықтан да біз антихолинар стероидалық ферменттердің жанама әсері ретінде бронхоспазмға қолданамыз. Одан кейін қолдануға қарсы көрсетілімдері. Ол эпилепсия. Эпилепсия дегеніміз ол ұстама қан бұлшықтарының жиырылып қалуы. Осы кезде біз оны қолданбаймыз. Өйткені парасимпатикалық дәрілер берсек, ол қан бұлшықтарының жиырылуы одан әрі күшейіп кетеді дағыны. Біз эпилепсияның жағымсыз жақтарын көруге болады. Одан бронх демікпесі, мысалы, егер адам өзі бронх демікпесінде бронхтар тарылып қалады, біз парасимпатиканы берсек, тағы да бронхоспазм қалуы мүмкін, да бронх демікпесі асқынып кетуі мүмкін. Стенокардия, атеросклероз кездерінде бұл да қан тамырларының жиырылып қалады, қан тамырлардан дұрыс қан бармайды. Сол кездерде берсек, бізде арғай ол өршіп кетуі мүмкін. Сол үшін қолдану қарсы көрсетілімдерін осы біліп алыңыздар.
Одан кейін антихолин эстеразалық ферменттермен улану деген сұрақ бар РК-да. Антихолин эстеразалық ферменттердің айтпақшы түрлеріне келетін болсақ, антихолин эстеразалық ферменттер қайтымды және қайтымсыз бөлінеді. Қазір жалпы антихолин эстеразалық ферменттер екіге бөлінеді: қайтымсыз және қайтымды болып түрлері. Қайтымды түрлеріне олар сигминдер, физиосигмин, қандай түрлері бар еді? Галантамин, неостигмин, неостигмин, галантамин, пиридоксибромида. қайтымды әсер етеді. Яғни біз ацетилхолин эстеразалық ферменттерді біз уақытша ғана тоқтата аламыз осы ферменттер арқылы. Одан кейін ол қайтадан орнына түседі. Ал біз қайтымсыз әсер ететіндер бар. Олар органофосфорлық заттар. Олар мысалы органофосфорлық заттар бізде медицина қолданбайды. Бірақ ол бау-бақша саласында, жалпы сондай бау-бақша саласында фосфаттар ретінде қолданылады. Оларға жататындар инсектицидтер, фунгицидтер, гербицидтер. Сіздерге сұрақ келуі мүмкін, мынандай. Мысалы, белгілі бір бағбан немен ауырды. Осы органофосфорлық заттармен уланды. Және біз олардың антидот ретінде қандай заттар қарастырамыз деген. Яғни олар біз емдеуіміз керек қой. Олар антихолин эстеразалық ферменттермен қатты уланып қалады. Олар уланған кезде, яғни күшейіп кетеді, брадикардия болып кетеді, жүректің жұмысы төмендейді, бронх спазм, тыныс алу қиындайды, және бірден диарея басталып мүмкін. Сіздерге осы жаңа мәселелері, яғни парасимпатия күшейіп кеткен кезде қандай заттар болды, соларды беруі мүмкін. Сіздер міндетті түрде анамнезіне қарайсыздар. Яғни олар қалай уланады? Мысалы, фосфорлық заттан уланғанда осы бау-бақша саласында немесе осы сырттай уланған жағдайда брадикардия, бронхоспазм, осылар мысалға келтіруі мүмкін. Сіздерден сұрайды, осындай жағдайда антидот ретінде қандай дәрі тағайындайсыздар деп. Бізде холинэстеразалық реактиваторлары бар және М-холинның блокаторлары бар. Яғни бұл препараттар антихолинэстеразалық препараттары қарама қарсы. Мысалы, холинэстераза реактиваторлары, ол дипероксин мен изонитразин, бұл жәнелік фосфорлық топтармен байланысады, комплекс түсіп, оны ыдырап жібереді. Және де жәнелік синапстағы ацетилхолиннің деңгейін нормаға келтіреді. Ал М-холинна блокатор, атропин, оған қазір толық тоқталатын боламыз. Бірақ осы екеуін есте сақтаңыздар. Яғни холинна блокаторлар және М-холинна мимetiктері қарсы жүреді. Яғни мысалы жүректің жұмысын бұл жақсартады, атропин, бронхоспазмды тежейді, бронхтар кеңейтеді, тыныс алуды қалыпқа келтіреді, нерв бұлшықеттерінің салдануын жоймайды. Бұл тахикардияның бүкілін соған қарама қарсы әсер етеді. Осы екі препаратты жаттап алыңыздар. Антихолин эстеразалық ферменттер міндетті түрде келеді. Ситуациялық есептерді. Сонда ситуациялық есеп келгенде осыларды айтамыз да. Яғни ситуациялық есепте сіздер антидот сұраса, яғни антидот дегеніміз қарама қарсы препарат сұраса, осы екеуін айтып берулеріңіз керек. Дипероксизонитразин және М-холинна блокатор, атропинді. Енді М-холинна миметиктер, ол пилокарпин мен ацетилдин. Жалпы М-холинна миметиктер мен антихолин эстеразалық ферменттердің прям әсер етуі ұқсас. Және айттық қой, қолдануы ішек және қол катониясында, көз ішілік глаукомада. Яғни екеуі де парасимпатиканы күшейтеді. Бірақ оның әсер ету механизмінде ерекшелік бар. Мысалы, антихолин эстеразал ол эндогенді әсер етеді деп айтамыз. Егер сіздерден сұрап қалуы мүмкін, мысалы сұрақтарда М-холинна миметиктер мен антихолин эстеразалық ферменттердің айырмашылығы деген. Бұл жерде біз айтамыз, олардың қолдануы бірден ұқсайды, екеуі де парасимпатияны күшейтеді, бірақ әсер ету механизмі екі түрлі. Антихолин эстеразалық ферменттер жаңа
айтқандай ацетилхолин эстеразаны тежеу арқылы біз ацетилхолиннің мөлшерін көбейттік. Ал М-холина рецепторлар, М-холина миметиктер дегеніміз яғни ол күшейту. Осы постсинаптық мембранада орналасқан арнайы рецепторларды күшейтеді. Яғни осыларға келіп олар түседі дағыны, короче, ацетилхолинді көбірек қабылда деген оларға стимул береді. Осы арқылы парасимпатиканы күшейтеді. Екеуінің айырмашылығы осы ғана. Қолдануында кейбір ерекшеліктері бар, жалпы екеуінің прям ұқсайды. Түсіндіңіздер ғой? Тағы қайталайын ба? Түсінікті ма? Қайталайын ба? Антихолинэстеразалық ферменттер, ол мына екеуінің арасында, және айттық, ацетилхолинэстераз деген фермент бар. Мына фермент, осы фермент бар. Бізде және бірінші топтың өкілдері антихолинэстеразалық ферменттер, заттар осы ферментті тежейді, жойып тастайды, яғни синапстан. Бұл фермент тежелсе, ацетилхолин ыдырамайды. Ацетилхолин ыдырамаса, осына жерде ацетилхолиннің мөлшері көбейеді. Осыдан бұл ацетилхолин рецепторларға көп келеді, яғни көп әсер ете береді, қайта-қайта келіп әсер ете береді. Содан парасимпатика күшейеді. Бұл жерде де күшейіп тұр парасимпатика. Одан кейін бізде екінші топ бар, М-холина миметиктер деген. М-холина миметиктер бұл жерде де парасимпатика күшейеді. Бірақ оның әсер ету механизм мұндай емес. Олар бірден М-холина миметиктер мынау рецепторлар келіп байланысады. Осы байланысқаннан кейін оларға как стимул береді. Ацетилхолинді сен көбірек қабылда деген. Олар, яғни М-холин рецепторлар одан кейін ашылады. Ашылғаннан кейін ацетилхолин көбірек қабылданады. Сол арқылы парасимпатика күшейеді. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті. Міне әсер ету механизмі сол синапстарда орналасқан М-холина рецепторларды стимуляциялайды. Осы арқылы жәнедегі жүрек соғып баяулайды, артериялық қысымын төмендетеді, бронхтар тарылтады, асқазанның секрециясын күшейтеді. Яғни парасимпатика қозған кезде не болады? Соның барлығы осы антихолинэстеразалық ферменттер мен М-холин миметиктердің прям бірдей сәйкес келеді. Яғни парасимпатиканың қозуына және жаттап алу деген осыған байланысты. Егер сіздер осы екеуін прям жаттап алсаңыздар, парасимпатика қозған кезде не болады, симпатика қозған кезде не болатын. Жаттап алсаңыздар, сіздерге РК-да да оңай болады, логикалық тұрғыда тауып кетуге. Одан кейін қолдануы ішек және қол катониясында және глаукомада қарсы көрсеткіштері дәл солай ұқсайды. Бронх демікпесінде, миокардтың өткізгіштігінің бұзылыстарында. Өйткені айттық қой жаңағыдай, бұл жүректің жылу жылдамдығын төмендетеді. Миокардтың өткізгіштігі бұзылыстар кезінде бұны қолдансақ, жүрек дұрыс жылмай қалады мүлде. Соның әсерінен шок табуы мүмкін. Одан миокард инфарктісінде жүктілік кезінде қолдануға болмайды. Яғни бұл неден өтеді? Плацентарлы тұсқауылдан өтеді. Және эпилепсия кезінде, гиперкинездер кезінде қолдануға болмайды. Және де М-холина миметиктер тамыр арқылы енгізгенде кенеттен жүрек тоқтауы мүмкін. Не үшін жүрек тоқтайды? Сіздерге сұрақ? Потому что парасимпатикалық күшейтіп жібереді да, и өткізгіштік жүйеге зақым келтіреді. Яғни М-холина рецепторлар берген кезде ол көп дәрежеде берген кезде, мысалы айттық қой, жүректің жылдамдығы баяулайды деп. Егер біз прям көп дозасын берсек, жүрек мүлде жығылмай қалады. Яғни бірден жүрек тоқтауы мүмкін. Сол үшін қауіпті. Бұның да антидоттары, олар М-холина блокаторлар, осыларға қарсы. Бұдан кейін бұларды бронх демікпесі бар пациенттерге беруге болмайды. Өйткені және бронх спазм болып, тұншығу пайда болуы мүмкін. Одан кейін Н-холина миметиктер. Н-холина миметиктер бұл тыныс алу орталығынан рефлекторларды қуаттандыратын, шектеулі қолданылатын аналитиктер болып табылады.
бұл да дәл сондай. Просто бұл және N халин мәліметтер айттық қой, жүйке жүйесінде және бұлшықеттер орналасады деп. Сол осы жерде орналасқан N халин рецепторларды бұлар қоздырады, яғни ацетил холин көбірек қабылдады деп қоздырады. Бұлардың қолданылуы негізінен табекс және лабесил деген таблеткалар бар. Табекс дейміз, ол темекі тастауға арналған таблетка. Оның әсер етуі біз және бұлар нейрондарға орналасады. Яғни нейрондарда орналасқан кезде ацетил холин көп қабылдасақ, біз темекіні тастауға көмектесе аламыз.